Қайырлы күн достар, дәмі керемет қызыл ірімшік дайындаймыз. Ол үшін бізге асты қалың ыдысымызға 2 литр, 3 литр немесе 5 литр сүтімізді құямыз. Менде 3 литр қолдың сүті, әр литрге 100 грамм айраннан қосамыз. Сүтіміз астын шығарып, қайнап бастағанда айранымызды құйып, судан сары су бөлінгенін күтеміз. Сары су бөлінген күтіп, асты қайнай бастағанда астын орташа отқа қойып, 2 сағат қайнатамыз. 2 сағат қайнатқаннан кейін қалауыңызша шекер, дәміне қарай шекер қосуға болады. 50-70 грамм шекер қосасыз. Шекерімізді қосып болғаннан соң тағы да 2 сағат қайнатамыз. Қызыл ірімшіктің қайнау уақыты 4 сағат. 4 сағат қайнаған ірімшік түсі өзгеріп, қызғылтым болып бастайды. 4 сағат қайнаған, қызарған ірімшігімізді марлыға жақсылап сүзіп аламыз. Астында су ағатындай ыдыс болу керек. Оны орап, үстіне ауыр затқа басып қоямыз. Менде 2 литрлік сүтке 2 литрлік банкеге су құйып түнгі уақытқа қалдырдым. Азанда уже қатып дайын болып тұрды. Менде 3 литр сүт, 300 грамм айраннан 550 грамм ірімшік шықты. Ас болсын.